Сәлеметсіздер ме? Күз қысай бастала салысыменен тұмау ауруменен ауырмайтын адам кемде-кем шығар деп ойлаймын. Осы өзім тұмаудың кезінде пайдаланып жүрген пайдалы кеңестермен сіздермен бөлісуге шештім. Бірінші әдіс, міне бір тал чеснок. Осы бір тал чеснокты осындай өте майдалап турайсыз. Турап болғаннан кейін міндетті түрде осындай шыны құды ыдыстарға саласыз. Мынау біздің өзіміздің дайындап қойғаным үйге глицериннің ыдысы болсын, настойка прополиса ма, валерьянка ма, осындай шыны ыдыстарда босатып осыған саласыз. Салып болғаннан кейін қақпағын міндетті түрде жабық күйде ұстайсыздар. Холодильниктің астыңғы бөлігіне сақтайсыздар. Бұл 4-5 күнге дейін өзінің күшін жоймай сақталады. Ертеңгісін жұмысқа кетер кезде қақпағын ашып, екі танауыңызға кезек-кезек деміңізді терең ішке алып, иіскеп, қақпағын қайтадан жауып, тоңазытқышыңызға саласыз. Болмаса өзіңізбен бірге ала кетіп, жұмыстан қайтқан уақытта да иіскеп шығуыңызға болады. Күніне 1 рет, 2 рет қайталасаңыз болады, қайта-қайта жаңағы иіскеудің қажеті жоқ. Бұл әдісті мен ЗОЖ газетінен осы әдісті пайдалану арқылы тұмау ауруымен ауырмай жақсы келе жатырмын деген адамның әдісін бөліскен кезде жазып алғанмын. Өте керемет пайдалы әдістің біреусі. Екінші әдіс адыраспан. Адыраспанды бұрын базарда бума күйінде сатып алатынбыз. Қазір міне дайын күйінде аптекада осындай сатылады. Біреуіңіз білесіздер, біреуіңіз білмейтін шығарсыздар. Міне. Бұл адыраспанды атам қазақ бұрыннан үйді аластауға пайдаланған. Бұл да міне үйге осылай қойып, міне осылай жағасыздар. Бұл жаққан кезде өз ақырындап түтеп, үйге жаңағы түтіні тарайды. Бұл ауадағы микробтарды өлтірудің бірден-бір керемет әдісі. Одан кейінгі әдіс прополис. Прополисті барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Бұл базарда бал сататын адамдар сатады. Прополистің бұл бір жағынан қандағы жаңа микробтарыңызды да өлтіруге өте жақсы көмектеседі. Прополистің кішкене ғана бөлігін, бидайдай ғана бөлігін, міне мынандай ғана бөлігін таңлайларыңызға салып қойсаңыздар, ауыз қуысындағы барлық микробтарды өлтіреді. Бұл ауызға біраз уақыт салып жүрген бұл өзі рит. Ірігеннен кейін жұта салсаңыздар болады. Бұл да өте пайдалы кеңестің біреусі. Тек бұны балға аллергиясы бар адамдар сақтықпен пайдаланғандар жөн. Одан кейінгі әдіс кір сабын. Кір сабынды да кішкене су құйып жіберіп, сіздерге толық пайдалы, болсын деп көрсетіп жатырмын. Міне саусақтарыңызбен езіп жібересіздер да бұны да. Танауыңыздың қуысына осылай езіп, екі танауыңыздың да қуысына да жағасыз. Бұл танаудың ішін ашытпайды да, қышытпайды да, танаудың қуысындағы микробтарды өлтіруге бірден-бір көмектесетін жақсы әдіс. Сабынның бір түрінің біреусі дегтярное мыло дейді, міне барлық магазиндерде сатылады. Бұл өзі жараға шыққан денедегі әртүрлі бөртпелерге өте жақсы көмектеседі, емдік қасиеті бар. Бұны да солай езіп, өзінің кішкене иісі болады. Өзіне тән мұрныңызға бұны да осылай екі танау қуысыңызға жақсаңыз болады. Сіздердің де пайдалы кеңестеріңіз болса бөлісіп отырыңыздар. Артық болмас білгенің деп жатады. Бастысы ауырмаңыздар.